Ертеде ешкі жүні бөртеде, әлдебір патшалықта, әрдебір мемлекетте Мартынка атты ұл мен оның анасы өмір сүріпті. Анасы үлкен кісі болыпты. Олар қара нан мен қара су ішіп өте кедей тұрыпты. Бір күні Мартынка базарға бара жатып, бір итті ұрып жатқан ер адамды көріпті. Мартынка итті аяп кетіп, оны сатып алыпты. Үйге келген соң Мартынкадан анасы сұрайды: «Не сатып алдың, ұлым?» «Өзіме дос болатын Журка атты ит сатып алдым». Кемпір ақшаны босқа шашқаны үшін ұлына ұрсады. Амал жоқ, ұлын базарға қайта жұмсайды. Мартынка жағалаумен келе жатса, бір мысықты суға батырайын деп жатқан ер адамды көреді. «Қандай кінәсі үшін сен оны суға батырмақсың?» деп сұрайды Мартынка. «Ол өзі сумақай, үстелдегі етті сүйреп кетеді», дейді ер адам. Мартынка мысықты аяп, ол үшін бар ақшасын беріп, босатып алады. Васька атты мысықты алып келеді. Анасы ұлын үшінші рет базарға жібереді. Мартынка үйден біраз алыстап шыға бергенде, соңғы ақшасына торға қамалған жыланды құтқарып үйіне келеді. Бұл жылан жыландардың ханшасы екен. Ол мейірімділігі үшін Мартынкаға жүзік сыйлап, өз көзден ғайып болады. Бұл жүзік жай жүзік емес, сиқырлы жүзік болатын. Оны бір қолдан екінші қолға кисең, болғаны кез келген тілек көзді ашып жұмғанша орындалады. Осыдан бастап Мартынка мен шешесі не қалағанның бәрі бар, қамсыз өмір сүріпті. Мартынка патшаның қызына үйленбек болыпты. Анасына құда түсіп келуге жұмсайды. «Бар», дейді, патшаның өзіне, «маған сұлу қызын айттырып алып бер». Кемпір ұлын бас тартуға көндірмек болады. Ақыры болмайды. «Айттым, бітті, алғым келеді». Кемпір патшаға барады. Ол тыңдап болып былай дейді: «Егер Мартынка бір түнде сарай тұрғыза алса, ханшайымды әйелдікке берейін. Ол сарай өзге еш жерде кездеспейтін хрусталь көпірді болсын», депті. Анасы патшаның шартын Мартынкаға айтып келеді. Ол сиқырлы жүзігін екі алақанына кезек ойнатқан кезде сарайда хрусталь көпір де дайын болыпты. Патшаның сөзі заң. Мартынка мен ханшайым тойын жасап, Васька мысығы Журка итімен жаңа сарайда тұра бастайды. Ханшайым күйеуін сүймейтін еді. Ол Мартынканың құпиясын біліп қойып, сиқырлы жүзікті ұрлап алып, былай деп тілепті: «Сарай және хрусталь көпірмен қоса 7 дарияның арғы жағына көшіп кетсем, ал Мартынка кедей қалпында ескі үйінде осында қалса екен». Дәл осылай болыпты. Итпе мысық иесіне көмектесіп, сиқырлы жүзікті қайтарып әкелуге ойластырыпты. Олар ханшайымды 7 дарияның арғы жағынан іздеп тауыпты. Ханшайым түнде ұйықтағанда жүзіктің аузына салып жатады екен. Мысық пен ит күзетшінің жанынан жып беріп өтіп кетіп, төсек ақырын тауып алады. Қараса, ханшайым қатты ұйқыда екен. Осы кезде мысық тышқанды ұстап алып, құйрығымен ханшайымның мұрнын қытықтап еді. Ол шүкіріп қалғанда жүзік аузынан түсіп кетті. Журка сиқырлы жүзікті қағып алып, Васька екеуі үйлеріне асығыпты. Мартынка өзінің достарына қызметі үшін алғыс айтады. Сарай мен көпірді баяғы орнына қайтарып, ханшайымды патшаға кері жіберіпті. Мартынка, анасы, Журка иті және Васька мысығы барлығы сарайда шат-шадыман өмір сүріпті. Осымен ертегі аяқталды.